Сәлем достар, бір қарағанда мына сурет Photoshop арқылы істелінген деп ойлап қалса болады. Бірақ шын мәнінде мұнда ешқандай өзгеріс қосылмаған. Суматра аралында жанартау оянғаннан кейін айналаның бәрі улы күл болып жатқан кезде мына гүл өлі өсімдіктердің арасынан өсіп кетті. Сізбен бірге Puzzle каналы бүгін осындай сенуге қиын бірақ шын суреттерді көрсетеміз. Бұл сурет Америкадағы Йосемити саябағында түсірілген. Сарқырамадағы кемпір қосақ өтірік сияқты көрінеді. Бірақ бұл құбылыс күн сәулесі су тамшыларымен шағылысқан кезде пайда болады. Фейерверк кезіндегі найзағай. Қыста аққуларды тамақтандыру көрінісі. Қазір сіз қарап тұрған 4 әртүрлі сурет емес, бұның бәрі бір бөлмеде түсірілген сурет. Сенбесеңдер паузаға басып қарап көріңдер. Қырық қабатты ортасынан бөлген көрінісі. Дәуіт велосипедпен айдап бара жатыр. Ал мына суретте жылқы да емес, зебра да емес. Бұл зеброид. Зеброид жылқы, пони, есек және зебраны шағылыстырғаннан пайда болады. Ал бұл суретте ешқандай фильтр қолданылмаған. Қоқиқаздар үлкен бір қоқиқаздың бейнесін құрып тұр. Пирит кристалын ешкім осындай кубтық пішінге келтірген жоқ. Ол өзі осындай геометриялық фигуралар болып табиғатта кездеседі. Арыстанның қоршаған ортасымен жасырушы реңі. Мына сурет өтірік деп ойлайсыңдар ма? Сурет Жаңа Зеландияда істелінген. Бұл жерде ешқандай Photoshop жоқ. Арт мүсінге жақыннан қарасақ, ол бұлай көрінеді. Жаңбыр, торнадо және кемпір қосақ. Мұндай көрініс табиғатта өте сирек кездеседі. Торнадоларға келетін болсақ, кейбір кездері отты торнадо болады. Мұндай көріністер жиі кездесе бермейді. Радиотелескоптың ішіндегі ай өте сәтті кадр. Кенеттен қар жауған кезде ормандағы өзеннің көрінісі. Бір қарағанда компьютерлік графика деп ойлап қалатын бұлттар шын табиғатта болады екен. Жанартау оянған кезде найзағайлардың пайда болуы. Күннің батып бара жатқан сәтінде тұтылуы. Өте әдемі және сирек кездесетін табиғаттың құбылысы. Тағы да осындай суреттерді көргілерің келсе, көбірек лайк басып, Puzzle каналына жазылуға ұмытпаңдар. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыңдар. Және біздің ВКонтактедағы тобымызға да жазылуға ұмытпаңдар. Барлық сілтемелер видеоның астында.